Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте бір керемет торттың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл шоколадты торт бананды муспен дайындалады. Өте ерекше, авторлық рецептім десем де болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Бұл торт сондай орысша айтқанда өте воздушный болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен торттың қамырын дайындаймыз. Ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Сүт құямыз. Және де ерітілген сары май. Жақсылап миксермен араластырамыз. Еліктегі ұнға қопсытқыш салып, осы еліктің ішінде араластырамыз. Біздің жаңа жұмыртқалы массамызға қосамыз. Оның үстіне какао қосамыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Мен 18 диаметрі 18 сантиметр болатын форманы пайдаланам. Егер одан үлкен форманы пайдалансаңыз, онда ингредиенттердің барлығын 2-ге көбейту керек болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 25-20 минуттай пісіреміз. Корждың піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп аласыздар, және де піскен соң міндетті түрде суытамыз. Ал енді бананды мусс дайындаймыз. Ол үшін стақанға желатин саламыз. Желатиннің үстіне салқын су құйып, жақсылап араластырып 20 минутқа қойып қоямыз. Ол 20 минутта өзіне бойына суды сіңіріп, желатин ісуі керек. Әзірше біз кілегейді шайқаймыз. Кілегей шайқау үшін ол қатты салқын болу керек, бір күндей тоңазытқышта тұрған болу керек. Сол кезде ол қоюланады. Кішкене қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын саламыз, тағы да араластырамыз. Бізде осындай болып араласты міне. Ал енді 2 бананды алып, блендермен еземіз. Егер блендер болмаса, шанышқымен езуге де болады, ситадан өткізсеңіздер де болады. Біздің жаңағы желатин 20 минут тұрды. 20 минут тұрғаннан кейін ол осылай қоюланды. Міне көрдіңіздер, су сияқты емес, қою болып тұр. Енді оны су моншасына саламыз, яғни водяной баняға саламыз. Осылай ысытамыз. Жай ғана ысытамыз, қайнатып қажет емес. Міне біздің жаңағы бананды пюреміз дайын. Бананды пюрені жаңағы қоюланған кілегейге саламыз. Содан соң біздің желатинді жайлап құйып отыра миксермен біз шайқайтын боламыз. Желатин міндетті түрде ыстық болу керек. Су моншасынан алғаннан кейін бірден осылай құйып араластырамыз. Енді біздің суыған коржымызды формаға саламыз, кольцоға. Үстіне жаңағы біздің дайын болған бананды муссты құямыз. Енді осыны тоңазытқышқа шамамен 3 сағаттан 4 сағаттан көпке қоямыз. Сол кезде ол мусс қатады. Мусс қатқан соң үстіне шоколадты глазурь дайындаймыз. Ол үшін сливкеге шоколадты саламыз. Екеуін ысытамыз. Ең басты екеуі еруі керек. Біздің шоколадымыз толықтай еруі керек. Кішкене ғана суытамыз, ыстық болмауы керек. Суытқан соң осы біздің мусстың үстіне құямыз. Жақсылап жаямыз. Кішкене ғана шамамен 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Біздің шоколадымыз бетінде қату үшін. Содан соң біздің тортымыз дайын болады. Жандарын ашып, ақырындап ашамыз міндетті түрде. Тортымызды пайдаланып жей берсеңіздер болады. Торт өте керемет болып шығады, шын айтайын. Бұл тортты жеген адамдардың барлығы өте мақтап бірден рецептісін сұрайды. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бананның дәмі ерекше бір керемет дәм береді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге және де үй-іштеріңізге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.